Ассалаумағалейкум достар. Абшариттер мемлекеті. Абшариттер 736 жылдан 750-ге дейін билік еткен. Хорасаннан шыққан ирандық түркі әулеті Абшариттер әулеті 796 жылға дейін созылды, бірақ оның өкілдері тек Хорасанды басқарды. Әулеттің негізін қалаушы Надир Шах Абшар тайпасынан шыққан. Сол 1736 жылы сефевидтер әулеттің соңғы өкілін құлатып, өзін Иранның шахы деп жариялайды. Надир Шах шиизмнің орнына суннизмді мемлекеттіктен деп жариялайды. Ол Ауғанстанға қарсы соғыс бастады және де Кандагарды басып алды. Надир Шах билігі кезінде Иран өзінің бұрынғы күшін жандандырды. Ол қайтыс болғаннан кейін империя аумағында көп бөлігі Зенд пен Дурани әулетінің өкілдері арасында бөлінді. Олар Абшариттерді Хорасанда аз ғана мемлекет алды. Абшариттер әулетінің аяқталуы 796 жылы Махмуд хан Қажар оларды құлатқан кезде келді. Надир Шахқа тиесілі Оғыз Абшар тайпасы Әзірбайжанға Түркістаннан 13 ғасырда келді. 15-6 ғасырдың басында парсы шахы Ұлы Аббас өз мемлекетінің солтүстік-шығыс шекараларын өзбектерге қорғау үшін көптеген абшарларды Әзірбайжаннан Хорасанға көшірді. Надир Киракулу абшарилардың тармағына жататын негізі Иранның болашақ шахы, оның және әулеттің негізін қалаушы Надир Кули қарапайым жартылай көшпелі отбасынан дүниеге келді. Оның билікке жету жолы 722 жылы Шах Газали Махмуд Сапавидің әлсіз шағы Сұлтан Хусейннің құлатқан кезде басталды. Ол кезде Османлы мен орыс әскерлері парсы жерлерін басып алды. Надир Хусейн мен Сұлтан Тахмастың ұлы екіндімен бірігіп Пуши Гузелияға қарсы қарсылық басқарды. Олардың жетекшісі Абшар ханды 729 жылы Астанадан қуып шығарды және де Тахмасты таққа отырғызды. Надир түріктерге берілген жерлерді қайтару және Ауғанстанды парсы бақылауына қалпына келтіру үшін күрескен. Ол шығыста гизелдармен соғысып жатқанда Тахмас османдықтарға батыстағы аумақты қайтарып алуға мүмкіндік берді. Сол себепті Надир Тахмасты 732 жылы өзінің кішкентай ұлы Аббас үшіншіге пайдасына құлатты. 4 жылдан кейін жоғалған парсы жерлерінің көпшілігі жойылғаннан кейін Надир өзінің шах деп жариялауға жеткілікті сенімді болды. Рәсім Иранның солтүстік-батысындағы Муган алабында өтті. Надир Шах сонымен бірге сұлтанның мұсылман әлеміндегі үстемдігі үшін басты бәсекелесі болғысы келді. Ол православиялық шиит болған кезде мүмкін емес еді. Көп ұзамай Надир ауғандарға қарсы соғыс жүргізіп Кандагарды басып алып, Надир Шах Делиге ұлы Моғолға Мұхаммед Шахқа Үндістанға ауған қуғыншыларын қабылдамауды сұрап хат жібереді. Өтінішті құрметтемеген Надир Үндістанға кіреді. 738 жылы және де өз жолынан бәрін тез жеңіп Дели маңындағы ұлы моғолдардың барлық әскерін жеңеді. Карапал маңында 739 жылдың 8 наурызында Надир Шах Делиге кіреді. 3 күннен кейін көтеріліс болады. Ал Надир Шах қатал болып сарбаздарға барлық тұрғындарды кесіп, қаланы өртеп жіберуді бұйырады. Нәтижесінде жайра 300 мың тұрғындары бірнеше күннен кейін ұлы Надир Шахтың ұлы моғолдардың қызымен үйлену той өтті. Бұл науқан кезінде Надир Шах көптеген байлықтарды, соның ішінде аты аңызға айналған тау және аты аңызға айналған гауһарын басып алды. Үндістанның оралғанда Надир Шах Персия тұрғындарының алдыңғы 3 жылға салынған салықты кешірді. Әлдеқайда әкесі болмаған кезде Персияны басқарған ұлы Реза Кули мырзамен ұрысып қалды. Надир Шах қайтыс болды деген қауесетке сеніп, ол тақты басып алуға дайындалып тұтқынға отырған. Сефеви әулетінің өкілдерін Тахмасты және де оның ұлы Аббасты өлтірді. Надир Шах ұлының мінез-құлқына наразы болып, оны губернатор қызметінен босатып қорлады. Жаңа Сида провинциясындағы көтерілісті жеңіп, Бұқара хандығына 740 жылы аттанды. Бұқара ханы Әбілғазиз хан Надир Шахқа Аму дарияға дейін жер берді. Жінде қызын жиені үшін берді. Көптеген татарлар Надир Шах әскерін шақырды. 740 жылдың қысында Надир Шах Дағыстанға таулы халықтарға қарсы жорыққа жасады.
науқан өте сәтсіз болды. сонымен қатар Манерзада Надир-Шахтың өзі жіберген өлтіруші таң қалдырылды. 741 жылы қастандық болған кезде Надир-Шах бұл үшін Разияны айыптады және де 742 жылы таққа таласпау үшін оны соқыр етті. Бірте-бірте Надир-Шах деспотикалық бола бастады. оны субъектілер әскери жорықтардың салық төлеуді қиындатты, денсаулығы нашарлады. Надирдің қатыгездігі мен салықтың шамадан тыс талаптары көптеген көтерілістерге себеп болды. 747 жылы ол біреуді басуға бара жатқанда 1747 жылдың 19 маусымында Надир-Шах өзінің 2 офицерін Мұға даласындағы шатырында өлтірді. Иран көп ұзамай азаматтық соғысқа түсті. Қайтыс болғаннан кейін оның жиені Әли Кули Надир-Шахтың өліміне қатысты болмауы мүмкін нақты басып алып өзін Әділ-Шах деп жариялады. Әділ-Шах ол Реза Кулидің ұлы. 13 жасар Шахтың қоспағанда Надир-Шахтың барлық ұлдары мен немерелерін өлтіруді бұйырды. Осы уақытта Надирдің бұрынғы қызынашысы Ахмед-Шах Абдуллай Хорасанда Дурани империясын құру арқылы тәуелсіздігін жариялады. Нәтижесінде шығыс аумақтарды жоғалтып келесі 10 жылдықта Дурани империясының мұрагері болған Ауғанстанның құрамына кірді. Әділ өзінің ағасы Ибрагимді астанасын Испаханын қорғауға жіберген кезде қателік жіберді. Ибрагим өзі билеуші болуға шешім қабылдады. Әділді ұрыста жеңді, оның соқыр етті және де таққа отырды. Әділ Шарыстау емес. Ол уақытта бір топ армия офицерлері Шахрухты Мишахид түрмесінен босатып, оны 748 жылы қазан айында шах деп жариялады. Ибрагим жеңіліп 750 жылы тұтқынға қайтыс болды. Әділ Надир-Шахтың жеңісі өтініші бойынша да қайтыс болды. Шахрух қысқа уақыт ішінде басқа қуыршақ билеуші Сүлейман екінің пайдасын құлататын, бірақ соқыр болса да Шахрухты оның билік жасақтары таққа отырғызды. Ол мешітте билік етті. Алайда 750 жылдан бастап оның аумағы негізінен Хорасанға шектелді. 796 жылы Қаджар әулетінің негізін қалаушы Мұхаммед хан Қаджар мешітті басып алып, Нахир-Шахты Надир-Шахтың қызларын табуға мәжбүрлеу үшін азаптады. Шахрух көп ұзамай алған жарлықтарын қайтыс болды және де оның өлімінен Апшариттер әулеті аяқталды.